Барлығыңызға сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге қазақтың ұлттық тағамдарының бірі женттің жасалу жолын ұсынамын. Өте дәмді болып шығады, оңай жасалады. Қазақтың ұлттық тағамы жент, қыста қатпайтын, жазда бұзылмайтын, әрқашан дәмі мен нәрін сақтайтын ерекше тағам. Алғашқы рет жасағаннан мінсіз болып шығады, сіздер де жасап көріңіздер. Видеоны соңына дейін қарап, каналыма тіркеліп, лайк басып, қолдап кетіңіздер. Бізге керекті заттар талқан, бал, жаңғақ және сармай. Мендегі талқан тарының талқаны. Барлығының мөлшерін видеоның астына описанияға жазып қалдырамын. Ең алдымен ыдысқа талқанды саламыз. Бөлме температурасындағы жұмсақ сармайды саламыз. 82% сармайды қолданып жатырмын. Сонан соң табиғи таза балды саламыз. Барлығын жақсылап араластырып, қолымызбен біріктіреміз. Достар, менің каналымда бауырсақтың аштығымен және ашытқысыз жасалатын түрлері, ши бауырсақтың, шелпектің жасалу жолдары бар, қарап көріңіздер. Қолымызбен қысқанда формасын жақсы ұстағаны дұрыс. Сонан соң жентті екіге бөлемін. Бір бөлігіне жаңғақты ұсақтап саламын. Жаңғақтың кез келген түрін пайдалансаңыздар болады. Жаңғақ қоспасаңыздар да болады. Мен ерекше етіп жасап көргім келді. Жаңғақты барынша ұсақтап аламын. Достар, менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп қойыңыздар. Алда бұйырса көптеген тағамдардың жасалу жолдарын салатын боламын. Ұсақтап алған жаңғақты салып, жақсылап араластырамыз. Мінекей дайындап алдым. Біріне жаңғақ қосылған, екіншісіне қосылмаған. Мен женттерді осындай ыдысқа саламын. Сіздер өздеріңіз қалаған кез келген формаға салсаңыздар болады. Ең алдымен жаңғақ салынбаған жентті салып жатырмын. Барлығын салып болғаннан кейін формасын жақсы ұстау үшін үстінен қаттырақ басып тегістейміз. Жаңғақ қосылған жентті де ыдысқа саламыз. Үстінен қасықтың көмегімен басып тегістейміз. Келесі кезекте формасын жақсы ұстау үшін тоңазытқышқа 30 минутқа салып қоямыз. Қазақтың ұлттық тағамдарының бірі жент дайын. Өте дәмді болып шығады, оңай жасалады. Менің отбасыма өте қатты ұнады, сіздерге де ұнайтынына сенімдімін. Қыста қатпайтын, жазда бұзылмайтын, әрқашан дәмі мен нәрін сақтап тұратын жентті сіздер жасап көріңіз. Осы видео ұнаса достар, каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Ақшолпан.